Аяулы анамыз, немере жиен шөберелерінің сүйікті әжесі, Әлімова Сағира Әлімқызының дүниеден өткендігі туралы қайғылы хабар қоңыр күздің салқындығы тәрізді тәнті ғана емес, жанды да тоңдырып, әулетімізді мұңайтып, тағдырдың қатал жазуына амалсыз көндіргеніне жыл толды. Жалғандағы жалғыз жанашырымыз, сүйенішіміз, қолдаушымыз, ақылшымыз болған ардақты анамыз 2020 жылы 30 қазанда 87 жасқа қараған шақта дүниеден озды. Осынау ұзақ ғұмыр жолында ол сан қилы қиындықты бастан өткерсе де, сабырлы да жайма шуақ мінезін, жайдары қалпын сақтап қала білді. Қимастық, анаға деген сүйіспеншілік, балалық махаббаттың құдіретін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Анамыздың төрдегі ойсырап тұрған орнын көрген сайын әлі күнге дейін жанарымыз жасқа толып, жүрегіміз қарс айырыла жаздайды. Нәзіктік атаулының жиынтығы ананың алақаны, ол сәби үшін ең жылы ұя, депті бір данышпан. Асыл анамыздың аялы алақанын, жұмсақ мінезін, қазақы иісін қатты сағынып жүрміз. Сағира Әлімқызының жүрген жолына зер салсақ, мың сынақта да сынбаған қайсарлық, өнегемен өрілген өміріне куә боласыз. Тарқатып айтсақ, асыл анамыз 1934 жылы Гурьев облысы Новобогат ауданы Кете Шағыл ауылында жаздың жайма шуақ күнінде дүние дидарын ашқан. Руы жаппас, бөлімі қара көз. Әкесі дүниежүзілік соғыс басталып, елді орасан зор дүрбелеңге түсіргенде небәрі 7 жаста еді. Содан бала болудың дәуренін көрген жоқ. Қаншама отбасының арқа сүйер атпалдай азаматтары қару асынып, қан майданға аттанды. Анамыздың үлкен ағасы Жұмажан да солардың қатарында болды. Балалық шағынан отбасындағы жетіспестікті, елдегі қиын қыстау жағдайды көзімен көріп өскен анамыз ауыл шаруашылығы колхозында біраз жастайынан еңбек етті. Адал еңбек етейін деген адам үшін қызметтің үлкен кішісі болмайды. Қайсысында да азаматтық деңгейі бірдей көрінеді. Сағира Әлімқызы мынау менің қолымнан келмейді деген емес. Зеректігімен, он саусағынан өнер тамған шеберлігімен қызметін абыройлы атқарды. Ежелден келе жатқан киіз басу, алаша тоқу анамыздың сүйіктісі тұғын. Сол үйгөнерді жаңғыртып, өмірінің соңына дейін қыздарына, келіндеріне, кейінгі буынға үйретуден жалықпады. Осыдан ақ жасампаз өнердің өлмейтіндігі, анамыздың қалдырған қолтаңбасы ұрпақтан ұрпаққа жалғасын табатыны сөзсіз. Аяулы анамыз үйде бос отырмайтын. Қашанда сол алаша тоқып, ісперлікпен айналысып отырғанына куә боламыз. Музыкаға да жаны жақын. Іс тіккенде халық әндерін, ел аузындағы ескі әндерді нақышына келтіріп айтып отыратын. Анамыздың сол бір қоңыр әуезді дауысын, ән айтқан кездегі жайдарлы жүзін әрдайым сағынышпен еске аламыз. Отбасылық өміріне келсек, 1953 жылы наурыз айында әкеміз Абдолұлы Молдағалиға тұрмысқа шыққан. Анамыз 11 құрсақ көтерді. Алайда Асқар, Сәния деген балалары шақалақ кезінде шетінеген. Қалған Сатыбалды, Марат, Мария, Болат, Жомарт, Жұмаш, Жұмабек, Қалия, Жансая есімді 9 перзентіне жақсы тәрбие беріп, ұлағатқа жеткізді. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырды. Себек руына, Молдағали ұрпағына 11 келін түсіріп, 15 қызды ұядан ұшырып құдаласқан. Бір шеті Атырау облысынан болса, бір шеті сонау Шығыс Қазақстан, Семей өңірі Найман руымен құдаласты. Оңтүстік Қазақстан Алматы қаласы Үйсін руымен де құда болып, тұз дәмі жарасқан
үлкен жанұяның ұйытқысы, ақылшысы, дана да дара болды. Балалары, немерелері бұл күнде мұнайшы, құрылысшы, мұғалім, электрик, полиция, балабақша тәрбиешісі, дәрігер сынды қоғамға аса қажетті саланың мамандары. Асыл анамыз көп балалы болуына байланысты 50 жасында зейнеткерлікке шықты. Батыр ана күміс, алтын алқаларымен марапатталған. Тылдағы еңбегі үшін ұлы жеңіске 75 жылдық мерекелік медалін иеленді. Өмірдің ақ қарасы алмасып қатар жүретін секілді. Осындай қуанышты сәттермен қоса, Сағир анамыздың өмірінде әулетімізде орын алған қайғылы жағдайлар да аз болмады. Алдымен үлкен ұлы Марат 31 жасында өмірден өтті. Кейін Асқар Таудай әкемізден айырылдық. Өмірлік серігімен қоштасу анамызға оңай тимеді. Бала бауыр етін деген. Десе де бұл сынаққа да шыдармын деп бақты. Алайда 51 жасында Жұмабегі өмірден өткенде жанына жазылма шара түскендей болды. Үсті-үстіне жамылған қайғы ақыр анамызды арамыздан алып тынды. Өмір жалған пешенеге жазылады. Болған менен көз тоймас қазыналы, ешкімде құтылмаған ажал құрық, тыңдамаған ешкімнің назын әлі. Қолдан келер жақсы із қалдыру. Іздейтұғын пендеміз мұздан жылу. Сыздаған мен жүректер амал қанша, сезіндірер күн алға озғандығын. Асыл анам, қымбаттым, жәннат бағым. Жүректегі жалынды ардақ тәнім. Тәрбиелеп 6 ұл 3 ерке қыз, көз ілмедің жалғанның ұрлап таңын. Құрметтедің әз басын еріңнің де, жайма шуақ сезімге берілдің де. Немере мен жиендер бағып қақтың, шөбереге ән болып өрілдің де. Арман бірақ пенде үшін бітпейді екен, әр күн сайын гүлденіп көктейді екен. Ажал деген расымен тойымсыз ба, анамызға ешкімде жетпейді екен. Иә, біз үшін бейнет шексе де, көрген қиыншылығына еш талымаған. Ұл қыздарының амандығына әрдайым тәубе деп отыратын сабырлы жан еді анамыз. Ол кішіпейіл, мейірман, болмысымен ұжымдастарын, тума туысын, жақын жуығын бірден баурап алатын. Жарқындығымен, қонақжайлығымен көптің ықыласына ие болды. Сол дархан көңілі, жайдар мінезі оны өз ортасында биіктетті, ағайынға сыйл етті. Өмірдің небір қиындығымен ауыртпалығын белі қайыспай көтере білген анамыз, Аллаға шүкір, немерелерінің апыл-тапыл басқанын, аңқылдап құшағына тығылып, асыр салғанын көрді. Бұл күнде ұл-қыздарынан өрбіген 26 немере жиен, 34 шөбересі бар. Анамыз шөберелерінің қолынан су ішкен бақытты жан. Жалпы шөберенің қолынан су ішкен адамды халқымыз ерекше құрметтеп, бұл дүние ғана емес, о дүниенің де бақытына кенелет деп білген. Бұл өмірдің мәні отбасы берекесінде, ұрпақ өсіруде екенін меңзеп айтылған сөз болса керек. Ғұмырында жоқтыққа мойымай, барға шүкіршілік еткен алтын құрсақты анамыздың бақи дүниедегі жаны жанаттық болсын, Алла шапағатын алсын дейміз. Жақсы менен жаманды көрді көзің, сонда да мұқалмады өр мінезің. Айбыны алатаудай аяулана, қашанда арқа сүйер болдың өзің. Сіз жүрген жол қысқарып сапар бітті, сонда да жанға медет батан құтты. Тірі жанға жасамадың еш жамандық, өзіңізден көрушек адалдыққа. Өскен соң өлмес мұра өлең көйіп, басымды көрмеген бос бедел кейіп,
Мен үшін адамзатта жан жоқ сірә, сізден өр, сізден асқақ, сізден биік. Иә, біз үшін жан дүниесі мөлдір. Еңбегі ерен, мейірі көл көсір анамыздан асқақ ешкім жоқ. Ол айналасындағы адамдарға жан шуағын шашқан, тірі жанның көңіліне қаяу түсірмеген, өзінің адамгершілігімен қазақ әйеліне тән сабырлы қалып арқылы талайлармен сыйласа, сырласа білген жан еді. Өмір өзінің ұзақтығымен емес, мән мағынасымен өлшенбек. Ағайынға сыйлы, үлкенге ізетті, кішіге қамқор бола білген Сағира Әлімқызының жарқын бейнесі, шапағатты істері еш уақытта ұмытылмайды. Соңына жақсы сөз, ұлағатты із қалдырған аяулы анамыздың есімі көз көргендердің жүрегінде әрдайым